Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті мұғалімі тек пән иесі емес, ұрпаққа рухани тәрбие беруші, ұлттық құндылықты жеткізуші тұлға. Уақыт өзгеруде, білім беру жүйесі де жаңаруда. Бүгінгі ұстаздан тек білім емес, өмірлік дағды, жаңаша көзқарас күтіледі. Олай болса, мен Сәуле Жанабайқызы, қазақ тілі мен қазақ әдебиеті мұғалімі, дәстүрлі тәжірибеден инновациялық әдістерге атты 80 сағаттық біліктілік арттыру курсына шақырамын. Дәстүрлі сабақ білім негізін қалады, бірақ 21 ғасырда бұл жеткіліксіз. Қазіргі оқушы цифрлық әлемде өмір сүретін, еркін ойлайтын, шығармашылыққа бейім тұлға. Сондықтан мұғалім инновациялық әдістерді меңгеруі тиіс. Бұл курс сізге инновациялық әдістерді меңгеруге, цифрлық технологияларды пайдалануға, сыни ойлау мен шығармашылықты дамытуға, белсенді оқыту тәсілдерін қолдануға мүмкіндік береді. Бұл дәстүрлі тәжірибені сақтай отырып, жаңа инновацияға жол ашатын кәсіби алаң. Сіз тек әдістеме үйреніп қоймайсыз, өз шәкірттеріңізге жаңа шабыт сыйлайсыз. Курс соңында сіз инновациялық әдістерді еркін қолданасыз, оқушылардың қызығушылығын арттырасыз, әдебиетті оқушы жүрегіне жеткізесіз, білімді өмірлік дағдыға айналдырасыз. Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті мұғалімі ұрпақтың рухани шамшырағы. Бүгінгі жаңашыл ұстаз, ертеңгі табысты ұлттың кепілі. Сіз де курстың бір бөлігі болыңыз. Қазір тіркеліңіз.